Сапар Жомакадырович, мен толық қосылам сіздің ой пікіріңізге, Аскар Алимбаевич бойынша. Мен ойлаймын, парламент толық қолдап береді. Шол бір ғана сұрау бар. Аскар Алимбаевич, мына бүгінгі күні энергетика системасы мен үшінде екі мындай структура бөлініп тұрады. Бұл энергохолдинг жана комитет да. Шунун келечегин сіз қандай көресіз? Менің маалыматым бойынша шул тармақты көрсөтөсүз. Бұл тармақ сізге жаңылық емес. Бұны бір топ жұмыстарды атқарғансыз. Işingizге ийгилик каалайм, Кудай буюрса бүгүн бек истеген толық ишеничтемин. Шул структураны келечектеги энергохолдинг бүгүндай ишин толық көргөзө алгандай болбой атат. Же убакыт керекпи? Кандай жыйынтык күтсөк болот? Рахмат, Нурлан Себекович. Geçen komitette de şu soru verilgen. Men ойлойм, бүгүнкү күндө энергохолдинг иштеп жатат. Биз убакыт беришибиз керек. Бир топ сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Камбаратта биргесинин курулушу боюнча жалпы баарыбызга элибизге маалым болгондой меморандумга да кол коюлуп калды. Ал жерде ошол колду энергохолдингдин жетекчиси койгон. Мен ойлойм, убакыт көргөзөт. Бул ушунун үстүнөн иштейбиз. Рахмат. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Башка суроолор жок.